Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай керемет дәмді болып шығатын блинни дайындайтын боламыз. Көп та затты талап етпейді, үйде бар заттардан осындай керемет дәмді болып шығатын блинни рецептін ұсынатын боламын. Рецепт ұнаса тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен осындай бізге керегі таза ыдыс. Мен 3 жұмыртқа қолдандым. Жұмыртқамды тазалап, жуып алғанмын, осындай шағып, 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырып, оның үстіне менде ас қасықпен 10 қасық қант ұнтағын салдым. Оны да 1 келкі араластырып аламыз. Осылай қантымыз жақсы ерігенше блинчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Сосын кішкентай чай қасықпен 1 қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай 1 стакан сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, оның үстінен ұнымызды сетадан өткізіп, аз-аздан сала отыра араластырып, 1 келкі масса болғанша араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып, 1 стакан қайнап тұрған суымызды аз-аздан құя отыра, блинчиктің көмегімен жақсылап араластырып, аз-аздан құя отыра, енді тағы да осындай ұнымызды аз-аздан сала отыра, 1 келкі масса қылғанша араластырып аламыз. Осылай 1 келкі етіп, жақсылап блинчиктің көмегімен араластырып, қатты сұйық та емес, қатты қою да емес. Енді осындай кішкентай шай қасықпен қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, бізде 1 келкі масса болғанша араластырып, осындай жарты стакан сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып, енді сетадан өткізіп алатын боламыз. Бізде ұнның ұнтақтары қалып қалмау үшін түйіршіктеліп. Осындай сетадан жақсылап өткізіп алдым. Енді тапамызды осындай қатты отта қыздырып, құйып алатын, пісіріп алатын боламыз. Осындай шеті қызарғанда жақсылап аудара отыра пісіріп, осындай қарап қызартып пісіріп алатын боламын. Осындай өте керемет болып шығады. Менің рецептім ұнаса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Осылай 2 шетін қызартып пісіртіп алдым. Менде осындай керемет дәмді болып шықты. Жұп-жұмсақ, өте дәмді блиннилар дайын болды.